Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребята! Сабақтың тақырыбы тема нашего урока ойыншығыңды көрсетші, покажи игрушку. Сабақтың мақсаты күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздерден құралған қарапайым фразалардың мағынасын түсіну. Мұғалімнің көмегімен оқыған, тыңдаған аудио-визуалды материалдар бойынша қысқа жазбалар жазу. Балалар, бүгінгі сабақтағы жаңа сөздермен таныс боламыз. Ребята, мы сейчас с вами познакомимся с новыми словами. Мынау не. Что это? Көрсетші. Покажи. Тағы да қайталаймыз. Еще раз повторяем, ребята. Мынау не. Что это? Көрсетші. Покажи. Тәуелдік жалғау. Притяжательное окончание. Ойыншық. Игрушка. Ойыншығым. Моя игрушка. Менің ойыншығым. Моя игрушка. Сенің ойыншығың. Твоя игрушка. Оның ойыншығы. Его игрушка. Мынау менің ойыншығым. Это моя игрушка. Ойыншықтарды көрсетші. Покажи игрушку. Мәтінді оқыңдар. Прочитайте текст. Менің ойыншығым көп. У меня много игрушек. Мынау Лего ойыны. Эта игра называется Лего. Мен Лего құрастырамын. Я собираю Лего. Менің достарымның ойыншықтары бар. У моих друзей есть игрушки. Анельде ақ қоян бар. У Анели есть белый заяц. Аннада арстан бар. У Анны есть лев. Сашада машине бар. У Саши есть машина. Суретке қараймыз. Посмотрите на картинку, ребята. Әлібек аға, мынау қандай ойыншық? Дядя Әлібек, это какая игрушка? Бұл Лего ойыншығы. Это Лего. Машинеңді көрсетші. Покажи машину. Екінші тапсырма. Второе задание. Қажетті әріптерді қойып жаз. Вставьте вместо многоточия нужные слова. Мысалға, например, ойыншық. Көрсетші. Мынау. Қоян. Дальше сами пишите, ребята. Ары қарай өздеріңіз жалғастырасыздар, оқушылар. Сау болыңдар, балалар. До свидания, ребята.